Ассалаумағалейкум, құрметтілер. Сіздермен бірге ағартушылық бағыттағы жоба Білте подкаст арнасына қош келесіздер. Жобаның басты серіктесі Атлас туризм компаниясы. Сенімді әрі сапалы сапар Атлас туризммен бірге. Енді құрметті оқырмандар, құрметті көрермендер, өткенде айтып кеткендей босату және толтыру заңдылықтарын жалғастырамыз. Тақырыпты кеңінен ашықтап беру үшін Нұр-Мараг университетінің аға оқытушысы, Ризық және табыс кітаптарының авторы, ғылым докторы Құрманғазы Тұрмахан ұстазымыз. Ұстаз, енді менде бірден бір сұрақ болып тұр. Жалпы босату және толтыру заңдылықтар деп. Енді біз Құраннан аят келтірдік, және де біздің ата-бабаларымыздың сөздерінен келтірдік. Бұл туралы батыс не дейді? Батыстың ғылымдары не айтады? Енді сөз өзіңізде. Жақсы, енді бұл босату толтыру заңдылық деп өткен сұхбатымызда айтып өткеніміз, ол Құранға қатысты немесе мұсылмандарға ғана қатысты емес деп айтқанымыз да, әлемнің заңы жалпы. Солай? Әлемдік ереже. Әлемдік ереже, ол сіз біліп білмеуіңіз, істеп істемеуіңіз әсер етпейді түкте. Солай? Бірақ білсек ұтамыз мәселе сол ғой. Біз бір нәрсені білсек ұтамыз да. Сондықтан Абай атамыз айтады, ғылым таппай мақтанба дейді. Көрдіңіз бе? Мақтану деген ол біреуге айтып бала сияқты мақтанып жүру емес, жалпы сен бір деңгейге шықтым деп қалма деген сөз ғой. Ғылым таппай мақтанба. Әр нәрсенің өзінің бір ғылымы бар. Солай ғой? Әр нәрсенің өзінің бір ғылымы бар. Сіз оны түсінбейінше, ол нәрсеге сіздің қолыңызға келмейді. Енді ғылым ретінде айтатын болсақ, анау Американың бір ғалымы бар, Уэйн Дайер деген кісі. Ол кісі енді психолог, өте өз ісінің маманы, ол кісінің еңбектері бар. Сол кісі айтады, жалпы дүние мұқтажға берілмейді дейді. Дүние мұқтажға берілмейді дейді. Қалай мұқтажға берілмейді? Мұқтаж деген неге берілмейді деп шығамыз енді. Көрдіңіз бе? Бұл бір өте бір соққы болып тиетін сөз да адамдар. Керісінше берілу керек. Берілу керек қой. Мысалы, қалай мұқтаж болады? Сонда сіз өзіңізге бір керексіз затты жинай берсеңіз, түбінде керек болып қалады деп. Бір адамдар бар, мәселен, дүкенге кірген кезде, үлкен бір молдаға кірген кезде, осы керек болып қалады ау деп сатып ала береді да. Ол нақты не нәрсеге керек екендігін өзі де білмейді. Бұл енді мұқтаждық халге түсті. Солай? Осы ісімен, осы әрекетімен мұқтаждық халге түсті. Сонда ол мен мұқтажбын деп тұр да. Маған не білсең де мен алам деп тұр, мысалы. Бірақ ол жұрттар әкеп берген, жұрттар сыйлаған нәрсеге ол мұқтаж болмауы да мүмкін. Яғни ол мынандай ғой, мысалы, бізге бір адамдар сый әкеп берді деп айтайық, сыйлық жасады. Сыйлық жасағаннан кейін оны қалай алмаймын деп айтады. Немесе сыйлық жасағаннан кейін үйде тұрсын деп ойлайды да. Міне, ойлау жүйесі дұрыс емес. Я жақсы сізге сыйланды, бірақ ол кісі шарт еткен жоқ қой, ешкімге берме деп. Солай? Яғни сізге пайда әкелмесе, онда сіз босатуыңыз керек. Ал егер оны бермесеңіз, өзіңіз пайдаланбасаңыз, немесе пайдаланатын адамға біреуге бермесеңіз, онда сіз мұқтажбын деген сигнал жібересіз. Көрдіңіз бе? Әлемге. Мен мұқтажбын деген дабыл қағып жатсыз. Міне мұқтаж сол Уэйн Дайер соны айтып жатыр. Дүние мұқтажға берілмейді. Яғни қалай? Сізге келе жатқан бір дүние, сіз өзіңіздің ескіңізден немесе қажеті жоқ заттан босамайынша, арылмайынша, ол жаңа дүние сізге келмейді. Ол мүмкін емес. Оның мүмкін еместігі біз айттық қой. Энергиялық түрде де, физикалық түрде де айтайық. Оны мысалға келтірдік. Әр нәрсені. Сіз тамақтың үстіне тамақ жей алмайсыз. Қанша сол тамақты жақсы көріп тұрған болсаңыз да, болды, сіздің ағзаңыз оған сізге қарсы шығады. Босату. Солай ғой. Сіздің асқазаныңыз оны қабылдамайды. Қабылдасаңыз немесе ауруға алып барады. Көшеге мысалы сапарға шықтыңыз, сіздің көлігіңіздің бағы толды. Келесіге де толтырайын деп толтыра алмайсыз оны нәрсені. Ол мүмкін емес. Тура сол сияқты мүмкін емес нәрселер бар. Оны жаңағы батыстың болсын, Американың болсын, мұсылмандар болсын, жалпы оны нәрсені айтқан, осы нәрсені біз білсек, былай да мен мысалы қарауым керек. Өзімде не бар, үйде не бар, қазір қолданып жатқан нәрсем не бар, қандай менде бір пікір бар, өткендегі сұхбатымызда айтып кеткенбіз. Мен содан құтылмасам, онда маған ескі пікірлер, ескі сенімдер, ескі тәжірибелер, ойлар, назарлар маған алдағы күндерде керек болып қалады деген әңгіме шығады. Бірақ ол мүмкін емес. Солай? Өйткені әр нәрсенің өзінің уақыты бар. Әлем алға қарай жылжиды. Енді жаңа біз айтып кеттік, бір әлем бостықты сүймейді деген сияқты тағы да бір айтып кеттік. Сөйтіп айтқан болсақ та, оны мен түрлі жаңағы қауымдардың, түрлі тұлғалардың еңбегінен түсініп отырмыз да.
түсініп отырмыз. Сол жайлы айтады онда, былай айтады Құранда. Өткенде бір мысал келтірген, соны келтіріп өтейік. Сендер кәсіп еткен деп айтқан. Бір кәсіп еткен, мен тойбат има кәсәбітум. Кәсәбітум деген сөз көптеген аудармаларда, көптеген түсіндірмелерде сендердің тапқан малдарың деп аударады. Ол жерде мал деп тұрған жоқ негізінде, ақша деп тұрған жоқ. Ол барлық нәрсеге. Құранда оны шектеп тұрған жоқ. Солай ғой. Сіздің мысалы өнеріңіз бар, шеберлігіңіз бар, иә? Шеберлік бір меңгердіңіз, біліктілігіңіз бар деп айтайық. Олар бір деңгейде сізде тұр. Оны қай жерде сақтап тұр, оны мамандар біледі. Солай ғой. Мәселен андай да, сіз бір ноутбук тұр сізде, бір жерде бір мағлұматты сақтағансыз, солай? Бір слайдты сақтағансыз. Бірақ сіз оны білмейсіз қай жерде тұрғандығын. Солай ғой. Бірақ ол тұр. Сол сияқты адамда да сондай бар да. Оны не болды? Босату үшін мен не істеуім керек? А мен соны тауып алуым керек та. Босату үшін мен не істеуім керек? Соны тауып алуым керек. Сөйтіп қолдануым керек. Ол үшін не істейміз? Мысалы, мен қазір не істей аламын? Осы күнде не істей аламын? Қалай ол не істей аламын деген сөз. Мен де бір адамдарға үйрететін нәрсем бар еді. Мысалы осы біздің ағарту бағытындағы жобамыз. Осы бағытта мен іздене алатын болсам, оны халыққа беруім керек. Солай ғой. Сөйткен кезде мен бұны бір мағыналы түрде, энергиялық түрде мен содан босап жатырмын қазір. Ал егер мен оны босамасам, ол менімен бірге кетеді. Солай ғой. Ол демек, оны халыққа бере алмай қалдым. Мысалы, Шәкәрім атамыз былай айтады: адамдық борышың халқыңа еңбек қыл. Ақ жолдан айнымай, арсақта оны біл. Талаптан да білім мен өнер ізден, білімсіз өнерсіз болады ақыл тұл дейді, мәселен. Сонда мен қазір осы тақырыпты дайындау үшін не істеуім керек? Бұрынғы оқыған нәрсені қайталауым керек. Бір нәрсені салыстыруым керек. Бір нәрсені еске түсіруім керек. Солай ғой. Бұрынғы сандықтағы нәрсені қозғап жатырмын. Солай. Сөйтіп оны халыққа беріп жатырмыз. Демек, осы процесс осындай түрде де босайды да, мына Құран осыны айтып жатыр. Сендердің кәсіп еткендерің. Кәсіп еткен деген сөз ол кәсіпкер деген сөз емес бұл жерде. Немесе ақшамен ғана байланысты емес. Ол кәсіп деген өте көп нәрсе. Түрге бар. Жаңа айттық қой, мәселен. Сіздің бір нәрсені ойды алуыңызда, мысалы қазір көрерменде бізді қарап отырса, осы жерден бір нәрсені түйетін болса, оның ол кәсіп еткені деп айтады. Құранның тілінде солай. Енді сіз не істейсіз? Ол нәрседен босауыңыз керек сізде. Қалай? Жаңа іске асыруыңыз керек. Мысалы қалай? Бір кітапты алдыңыз, я? Кітапты алдыңыз. Босату толтыру деген жүйе деп айттық қой. Жүйе болатын болса, мен оны оқыдым. Оқыған нәрсем жайлы бір парақ оқысам, ойлануым керек та. Ойлануым керек. Бұл қалай деген сияқты. Солай? Сөйтіп, не істеймін? Оны түсінуім керек енді. Ойланғаннан кейін түсінемін. Ойланбайынша түсінуге болмайды, түсіне алмайсыз. Ойланасыз мәселен. Қабылдайсыз нәрсе. Түсінесіз, түсінген нәрсеңізді қабылдайсыз. Қабылдаған нәрсені іске асырасыз. Қабылдамайынша іске асыру мүмкін емес. Солай ғой. Міне Құран осыны айтып жатыр да міне. Егер біз осы нәрсені ескермесек, онда шын мәнінде бізде жаңа өмірімізге тапшылық келеді. Өмірімізге жаңағыдай қиыншылықтар келеді. Неге? Өйткені біз босату керек нәрсені тастамай алып жүрген адам сияқтымыз ғой. Жүгіміз ауырлай бастайды. Умраға баруды жоспарлап жүрсіз бе? 16 жылда 70 мыңнан астам қажыны ұлы сапарға жіберген Атлас Туризм компаниясы сіздің де умра сапарыңыздың сенімді серіктесі болуға дайынбыз. Эйр Астана әуе компаниясымен ұшып, 4-5 жұлдызды қонақ үйге тұрақтап, білікті диетуста жетекшілігіңізбен умраңызды атқарыңыз. Сіздің қасиетті мекендегі құлшылыққа толық көңіл бөлуіңіз үшін сіздің барлық жағдайыңызды толық қамтамасыз ететін боламыз. Ұшу Алматы, Астана, Шымкент, Ақтау қалаларынан жүзеге асады. Толық ақпарат алу үшін төмендегі WhatsApp номерге немесе описаниядағы ссылкаға өтіңіз. Енді былай айтсақ бола ма? Мысалы, мына жерде ұтыс бар, мына жерде ұтылыс бар. Мысалы, жаңа алдыңғы эфирде айттық қой, физикалық тұрғыдағысын айттық. Чаттар бар, неше түрлі орталар бар деген сияқты ше. Мысалы, дамушы орта бар, ол түсінікті. Ол ұтыс. Ұтыс, міне оң жағы ұтыс. Кешкісін піш әңгіме жасыратын жоқ. Естейміз, көреміз да, көргенбіз. Мысалы, мен өз көзіммен көріп қалам, көшеде пиво ішіп отырады, карта ойнап отырады. Мысалы, ол ұтылыс. Енді таңдау адам өзінде ғой енді. Қайсысы сізге қызық? Мысалы, жақсы орта, кітап, бағана физикалық тұрғыда айтқан заттардың барлығы. Мысалы, сұхбаттар әдемі, пайдалы сұхбаттар. Керек пе, керек емес пе? Ұтылыс. Таңдау сізде деген сияқты деп айтсақ бола ма?
болады. Бұл енді адам өзі таңдайды ғой. Мысалы айтады ғой, біз оған жолды көрсеттік, ол өзі біледі дейді. Шүкір етуші болма, күпір етуші болма деген. Күпір етуші деген сөз ол жоққа шығарушы деген сөз ғой. Жоққа шығарушы, мойындамаушы бола ма, жоқ пайдаланушы бола ма деген сөз ғой. Өзі біледі. Енді былай айтайық, біз мынандай бір нәрсені айтайын. Жаңа босатуымыз материалды болды, энергиялық түрде болды, сезімдік түрде болды деп айттық. Енді ол өзі екіге бөлінеді. Мысалы, бізге дым керек жоқ нәрсе бар, бір керек нәрсе бар. Ол материалдық тұрғыда, энергиялық тұрғыда болады. Мысалы қалай? Материал түрде, мысалы, ақша бар. Сізде ақша бар. Сіз не істейсіз? Зекет бересіз. Негізі соны айналымға жібермесеңіз, сізге зиян болады. Бірақ негізінде ол өз алдына, ол ақша ғой. Ол мал, 4 түлік мал, немесе егін. Ол сондай зат еді, сізге қажеті бар алдағы уақытта. Бірақ белгілі бір деңгейге жетті, оны несап деп айтады дінде. Белгілі бір деңгейге жетті. Сіз енді ары қарай жылжуыңыз үшін одан бір бөлігін, 40-тан бір бөлігін беруіңіз керек. Мысалы, миллион теңге болатын болса, оны не істеуіңіз керек? Одан 2,5-нан беруіңіз, сонда 25 мың теңге болады да. Ары қарай сіз өсесіз сөйтіп. Заңдылық басқа деңгей. Ал енді бұны сарандық етіп бермейін десеңіз, онда сіз босатпаймын деген әңгіме болып шығады да. Енді бұл жерде түсініп кететін нәрсе, бұл ақшаны сіз тіпті Құдайға беріп жатқан жоқсыз. Иә. Адамға, мұқтажға. Шынымен, жаңа сіз айттыңыз ғой, эмоциялық деп. Адам бір жақсылық жасаған кезде іші рахаттанады ғой. Сезім бар да. Ол ондай адам жоқ. Өте ойлаймын мен енді өз басым. Бір нәрсе бір жақсылық жасап қалып, бірақ іші рахаттанбайтын адам жоқ. Ондай тас жүрек жоқ шығар, Құдай сақтасын. Бірақ көп адамдардың бір жақсылық жасаған кезде іші жылынатынына мен қатты сенемін. Сол сияқты жаңағы 1 миллион теңгеден немесе 40 қойдан бір қойыңызды берген кезде шынымен де біреудің кетігін жауып тұрсыз деген сөз емес пе? Осыны менің есімне келмеген, ұмытып бара жатқан бір тақырыпты шетін ашып қалдыңыз. Келесі мүмкін сұхбаттарымызды осы әңгімеге қайтадан ораламыз. Бір өз алдына бір тақырып ретінде. Жаңа айтыңыз ғой, бір адамға бір нәрсе бердіңіз, жүрегіңіз рахаттанып қалды деп. Ол енді рухани нәрсе ғой. Бір жақында осындай бір оқиға болды, оны оқиға деп үлкен оқиға емес, әрине бір тек тақырыбымызға қатысы бар болғандықтан айтып жатырмыз да. Мен жаңағы кафедрада отырдым. Өткен күндерде бір суық күндер болды ғой. Енді жылып жатыр ғой қазір. Сәуір ай десек те күн суықтау болды, бұлтты болып. Кафедрада отырмын, сағат 7 болмай келген, таңертең түстен кейін болады сабағым. Сөйтіп жұмыс істеп отырып, сыртқа шықтым, сол жерден бір айран алдым, дүкеннен. Айран. Енді ол айран ішуге келмейді қазір. Сол уақытта өзім жаурап тұрмын. Салқын тоңазытқышта тұрған айран. Сөйтіп оны күттім енді. Сөйтіп жаурап кеткеннен кейін барып астына түсіп кофе алдым. Сөйтіп жұмыс істеп отыр едім. Бір әріптесім келді кафедраға. Енді әріптесім көріп отқан болса, өзі біледі, өзі жайлап айтып отқанымыз. Ол кісі айтты, әйел кісі енді, кофе ішсем бе, ішпесем бе деп айтты. Өз-өзінен сұрадым, менен сұраған жоқ әрине. Ол жерде өйткені мен ғана бармын, ол кісі ғана бар. Және де апайымыз тағы бір кісі отқан, үшеуміз отқанбыз. Адам өз-өзіне сұрақ қояды. Өз-өзіне сұрақ қояды. Енді қалай 10 минуттық үзіліс қой. Астына түсіп кофе алып келуге мүмкін үлгереді, мүмкін үлгермейді. Сұрақ қойды, екі ұдай болып тұр да енді. Сөйтіп мен жаңа айран ұсындым ол кісіге. Міне ішіңіз, мен ішкен жоқпын, ашылған жоқ жалпы, ішіңіз. Өзіңіз ішеді? Жоқ, мен өзім ішемін, кофе ішіп отырмын. Сонда мынандай ғой, бұл кісі рахметін айтып, жаңа мен сол жерде бір ішімде бір кеңшілік сездім да. Жаңа босату деп отырмыз ғой. Міне. Ол енді түкке тұрмайтын зат қой, жалпы бұл жердегі оны материалдық құнын айтып отқан жоқ, біз ол бір үлкен нәрсе деп отқан жоқ. Мен көрермендер жөндеп түсінсін. Бұл жердегі адамның қандай да бір істі материалдық қой, жаңа айран деп отқанымыз, йогурт. Босатқан кездегі рухани кең, ішкі әлемі рухани кеңейгендігін айтып отырмыз, әңгімеміз сол. Соған апарады жалпы. Соған алып барады. Сонда енді рухани кеңейген адамға ол материалды да басқа түрде де не істейді? Рызықтар келе бастайды. Ол сонда бірінші арна, бірінші канал, негізі көп адам ескермейді осыны, рухани деңгей, рухани түрде. Сіз көңіл бөлдіңіз, жаңа эмоциялық деп отқанымыз сол. Сіз сол не затты берген кезде, ол кісінің бір қажетіне жарадым ғой мен негізінде. Сонда бір рухани кеңеюді мен ішім сезді. Мысалы, қарныңыз аш болса, тамақ жесеңіз, өзіңіз сіздің жаңағы тән тұрғысында сезесіз. Физикалық тұрғыда бір күш алғаныңызды. Сол сияқты
бір күш болды да, адамның жаңағы руханияты аш болып жүреді ғой көп адамдарда. Ол сол руханияты аш болғандықтан, яғни бұл босатпағандықтан деп айтайық, босатпағандықтан. Мәселен, мен бір материалды затты бердім ғой, босаттым ғой өзімнен, ол материал затты, бірақ ол материал затты бермей тұрып, сіз көңіл ретінде босатасыз ғой, солай емес пе? Бірінші ойдан босайды. Бұл кісіге әйтеуір бір ішетін нәрсе керек болып тұр, кофе болсын, айран болсын, мүмкін қандай шырын болсын, немесе сүт болсын деген секілді. Ол менің алдымда тұр. Сіз оны ойша, көңілше босатуыңыз керек. Берейін бе, бермейін бе деп ойланып тұрсың. Көрдіңіз бе? Міне. Қайсын берейін деген сияқты. Берем деген кезде сізден бірінші ол материалдық тұрғыда емес, ол көңіл ретінде босаттыңыз міне. Сөйтіп ол не істедіңіз? Материалды екі түрде болды да жүзеге асу, босату. Ал нәтижесінде не болды? Сізге де ішке бірінші рухани түрде келеді, ал рухани түрде кеңейген адамға қазақта айтады, кең болсаң кем болмайсың деп. Солай ғой? Мына біздің мақалымызда да көптеген жаңағы құнды нәрселер бар да, біз оны көп түсінбейміз. Бір жағынан түсінеміз ғой тек. Бір жағынан түсінеміз, немесе тіпті түсінбейміз де мысалы. Бізде кең болсаң кем болмайсың деген жаңағы өзі мысалы бір пәтерге отбасымен тұрады, сосын қалаға оқуға ауылдан бір бауырыма, қайнысыма келіп қалды мәселен. Сол кезде жаңағы айтады ғой, келе бір біздің үйге жатақхана болмаса, кең болсаң кем болмайсың деген ғой деп айтады. Негізі бұл мақал бірінші кезекте мына жерге айтылған ішкі жан дүниеге қой. Ондай кеңшілік негізі қажет емес, негізі жаңағы айтқан, мысалдағыдай ше, бір кішкентай комнатқа бәрі, бала шаға бәрі. Бұл кісіде қарап тұрсаңыз кеңшілік жасап тұрған жоқ негізі, сізді тығырыққа тіреп қояды да. Мәселен. Бірақ бір жақты қарап тұр. Шынымен де солай, енді жаңағы ішкі адам босату деп айтып қалдық қой. Жаңағы адамның іші жылынады. Сосын бір серпіліс пайда болады негізі. Енді босады ғой сізде. Босады, жеңілдетіңіз. Жеңілдік қалдыңыз, бір серпіліс, бір бүйтіп қаласыз да, көтеріліп. Ол енді есік ашып тасып жүрмейді ғой ешкім, бірақ рухани тұрғыда бір сондай болады. Былай ғой, сіздің бір жеткіңіз келетін бір деңгей бар деп айтайық. Тұлғалық өсу деп айтайық, тұлғалық өсу, мәселен. Тұлғалық даму деп айтады немесе бір терминде. Сол тұлғалық өсуге жеткіңіз келеді. Оны қалай өсем деген кезде, сіз дәл қазір сол қолыңызда болмаса да, болғандай сезінуіңіз керек та. Көрдіңіз бе? Осы жерде адамдар екіге бөлінеді. Қалай менде жоқ болса, оны қалай сезінемін деп. Солай ғой. Енді біз айтып отырмыз ғой. Бірінші негізі руханияттың, сезімнен, ішкі әлемнен басталады негізінде. Солай. Сосын кейін барып сыртқа шығады. Мысалы, біз дұға етеміз ғой. Дұға етеміз, Сол дұға еткен кезде біз бір нәрсені сұраймыз Құдайдан. Ал енді Алла біздің ол нәрсені бермейді. Қалай? Өйткені біз оны жаңа айтқан сияқты, ойындардың айтқан сияқты, біз мұқтаж халінде тұрмыз. Қалай мұқтаж халінде? Яғни Құдай бере ма, бермей ма деген бірінші. Солай ғой. Егер бермесе менің халім қалай болады деген, мұқтаждық деп атқаным соны түсіндіріп отырмын. Ол нәтиже қалай болады? Егер нәтижесінде берілмей қалса, не істейсіз? Сіз күмәнға түсіп кетесіз. Бұл дұғаның ешқандай несі жоқ екен деген сияқты. Солай? Дұғаның ешқандай әсері жоқ екен деген секілді. Және де нәтижеге соншалықты байланғаныңыз соншалықты, нәтиже болмаса өміріңізден түңілесіз көп адам. Ойлаған нәтиже ғой, яғни. Сіз ойлаған нәтиже. Сіз ойлаған нәтиже. Ал Құдай ол сұраған нәрсеңізді беру мүмкін, бірақ сіз сұраған нәрсеңізді өзіңіз бір суретке келтіріп алғансыз да, ойша. Сіз соны Құдайдың берген сол кезде танымай қаласыз. Яғни 200 грамм ыдысқа 700 грамм суды құйғымыз келеді ғой. Солай деген, Алла тағалам маған 700 грамм су бер. Бірақ мен қолымда 200 миллилитр ыдыс ұстап тұрмын. Енді Алла оны бермеуі заңды ма? Бермеуі заңды әрине. Заңды деген сияқты ғой. Себебі 200-ге 700 тасып кетеді ғой сыртына. Әлемдік заңдығы ескермей дұға етпейсіз ғой. Мысалы бізде бір дұға етеміз, көп адам сондай. Әлемдік заңдылықты ескермей дұға етеді. Солай ғой. Ал Алла ол дұғаны қабыл етілмеуге дұғаңыз лайық. Неге? Өйткені Алла Тағала өзін жаратқан әлемде заңдылық бар, оған қарсы шықпайды сіздің дұғаңызды қабыл етемін деп. Абай атамыз айтады ғой, сен асыққан екен деп Алла әмірін өзгертпес дейді. Алла әмірін өзгертпес. Әмір деп атқан сөз бұл жерде ісі. Алланың ісі, Алланың заңдылықтары өзгермейді. Мысалы,
әлемде гравитация деген заңдылық бар, иә. Мына қаламды қазір мен аспанға лақтырып жіберіп, сол арада дұға етсем да, иә Құдай, бұл қалам жерге түспесінші деп. Солай ғой. Жерге түседі ол. Содан кейін мен айтсам, қалай Алла тағала менің дұғамды қабыл етпеді. Мен қазір қадір түнін өткізіп отырмын. Мысалы, иә. Қадір түніндегі дұғамды қабыл етпеді ғой деп. Немесе адам умрада жүр да, хажылықта жүр. Сөйтіп бір затты аспанға лақтырып жібереді. Сөйтіп я Алла, мен қазір Кабаның алдында тұрмын, дұғамды қабыл ет десе, енді оны Алла тағала соны қабыл етіп, сол затты, мысалы қалам сияқты аспанда қалқып тұрмайды ғой. Солай. Содан кейін ол түседі, ол жаңағы әлемдік тартылыс заңы деп айтамыз, иә, біз. Ол түседі. Сіз сол кезде үкім шығарасыз ба? Жоқ, Алла тағала менің дұғамды қабыл етпеді деп, ондай болмайды ғой. Ол қате. Тура сол сияқты адамдар не істейді? Бір сондай бір дұғасы бар да. Ескі халде жүреді. Ескі халде жүреді. Ескі хал деген сөз, ескі халі, ескі әрекеті, ескі мінезі, ескі сөзі, ескі ойы, тұжырымы. Ол енді жаңаға қалай барады? Мүмкін емес қой. Ол Джо Диспензада мысалы айтады, сол кісі айтады. Яғни адамдар дейді, жаңа бір халге, жаңа бір деңгейге көтерілгісі еді, бірақ ол ескі халінде тұр дейді да, ол мүмкін емес қой. Ол мүмкін емес. Қалай ол? Батыс ғалымдарының бұл туралы да пікірі бар екен, иә? Пікірі барлар, иә. Ол біз тек оқымаймыз да, сөйтіп жаңағыдай Құранды айтпаса, немесе ислам ғалымдары айтпаса, оның бәрін жаңағыдай жоққа шығаруға кейбір адамдар тырысады. Енді бұны бәрі деп айтпай ақ қой, әрине. Енді біз кітап оқымауымыздың бірден бір себебі, біз жасыратын жоқ, комментарийден көп қолымыз босамайды негізі ше. Әрбір жерге комментарий жазамыз. Сосын жаңа керек емес контенттер болады ғой, мысалы бір адамдар белгілі бір 3-4 адам отырып алып, қалған белгілі бір адамдарды жамандайды, солардың айыбын ашады деген сияқты. Немесе рум-тур жасаймыз, сол рум-тур бір күнде 2 миллион қаралым болады, немесе біреудің әйелі, біреудің күйеуі деген сияқтардан қолымыз босап тұрған жоқ. Біздің осындай нәрселерді түсінбеуіміз, қабылдай алмауымыз, деңгеймен айтқан кезде, содан бір тұшымды пікір, назар, ой, салмақты бір нәрсе ала алмауымыздың себебі жаңа айтқан контенттер. Бізге рум-тур қызық. Бізге біреудің әйелі, біреудің ер азаматымен деген нәрселер қызық. Бізге 3-4 адам отырып алып, қалған 5-6 адамды жаңа айыптарын ашу, жамандау, бүйтті, келді, кетті деген нәрсе бізге өте қызық болып тұр. Себебі статистика солай. Біреудің тойы. Иә, біреудің тойы қызық, шынымен де. Ол той ақшаға сатылады деген сияқты. Ол жерден ол ақпаратты алып жатқан адам, бана толтыру, босату деген келіп жатырмыз да. Толтырып жатыр ма өзін? Толтырып жатыр. Керексіз нәрсе, бірақ өкінішке қарай керексіз нәрсе, көрдіңіз бе? Өзінің бір багы бар ғой, өйткені ол мүмкін емес мұндай бір әлемде адамды шексіз емес та. Уақытымыз да шектеулі, біздің күшіміз де шектеулі. Бірақ ол нәрсені, босатқан нәрсені жақсы нәрсемен толтырып отыруымыз керек та. Солай ғой. Мысалы, бензинмен жүретін машинаға сіз 60 литр су құймайсыз ғой. Иә, әрине. Солай да алсақ болады ма? Су жүргізбейді ғой. Су жүргізбейді, көрдіңіз бе, мысалы. Не істеу керек? Оған төлеген ақшаны 5 литр болса да бензин құйған жақсы да, жанармай құйған жақсы. Мысалы солай ғой. Өйткені керек нәрсе. Тура сол сияқты біз біреудің рум-турын қарағанша, онда бізге үйгерік болатын болса, соған бір қадам жасаған жақсы. Қалай? Біреуге көмектесіңіз, ол ақысын берсе, міне үйге деп ақша жинап қойыңыз, мысалы. Солай ғой. Мынандай бір стакан болса да, соған ақшаңызды сала беріңіз. Ол да бір банк қой, кішкірім, мәселен, солай ғой. Немесе бір нәрсе үйреніңіз. Біреуге барып жалданып үйреніңіз. Аспаздық па, білмедім, тілмен, мысалы, көрдіңіз бе? Отырып алып, соны қараған жақсы да. Міне шын мәнде сізді өсіретін, алға қарай жылжытатын қадамдар міне. Соны біз айтып отырмыз ғой, осы босату, толтыру дегеннің тақырыптың ішінде айтып отырмыз осы әңгімелерді. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі эфиріміз тәмам. Алдағы эфирлерде жүздескенше қазақ қоғамына, Қазақстанымызға бұл